Азаматтық және саяси құқықтар пактісі 2005 жылы ратификацияланған болатын, яғни біз соған бағынуымыз керек. Ал бізде қарасаңыз, Конституцияда бар ол норма. Біз еркін жиналуға, өзіміздің ойымызды білдіруге хақымыз бар. Бірақ сонымен қоса, мынау митингтер, шерулер туралы бір заң бар. Тіпті сол заңның өзін де бұзады, мына атқарушы билік органдары. Біз 1,5 жылдан бері ай сайын антигептил ұйымы шығып жүрміз. Шыққан сайын біздің құқықтарымызды шектейді. Яғни бұл ең басынан бастап, қалай сізге полиция қызметкері қалай сіздің құқығыңызды таптайды, одан кейін прокуратура қалай таптайды, одан кейін сотта біз құқықтарымызды қалай таптайды. Осының бәрін біз айту үшін келдік осында. Уақыттың тығыздығына байланысты бізге мүмкіндік ондай берілген жоқ. Адамдар соңғы кезде өздері шығатын болды, бірігетін болды. Өйткені енді ғана қоғам ашылып келе жатыр, оянып келе жатыр. Ойлаймын, енді бір жақын арада бір жақсы өзгерістер болу керек. Ол енді бізге байланысты, азаматтық қоғам. Егер азаматтық қоғам мүшелері осындай жабық кеңселерде, конференц-залдарда жиналып, әңгіме айта берсе, баяғы сол базар әңгіме болып кетеді. Шығу керек. Бұл бізге демократиялық мемлекетке сай құндылықтар берілді ме? Соны біз пайдалануымыз керек. Биліктің түсініктері бойынша біз олардан рұқсат сұрауымыз керек. Бірақ бұл біздің мемлекет. Олар бізге жұмыс істеу керек. Біз соны түсіндіру мақсатында акцияларға шығамыз. Адамдарды үйретуіміз керек. Адамдарды үйретейік десек, жұмыс істеткізбейді. Қоғамдық белсенділерге қарсы үлкен кампания басталды. Яғни бұлар бүлікшілер, араңдатушылар, бұлармен шықпаңдар, сөйлеспеңдер, жұмыс істемеңдер дейді. Интернет бар. Интернет желісі арқылы біз ары қарай жұмысты жалғастыра береміз және тоқтамаймыз. Көбісі ойлайды, құқық қорғаушылар ойбай шетелден бір үлкен халықаралық ұйымның өкілдері келсе екен. Олар келгенмен қандай пайда? Олар бізге айтады, ай қазақтар, өздеріңіздің мәселеңізді өзіңіз шешпесеңіз, түкте болмайды. Ол бәрі өзіміздің қолымызда, тек азаматтар. Азаматтар қашан оянады, оны оянады деп те отырмау керек, оны ояту керек, сана сезімін. Дұрыс, мәдениеті жоғары демократиялық мемлекетке біз бәрі келеміз. Одан басқа ешқандай альтернатива жоқ.